Үшінші сабақтың тақырыбы үй жануарлары, жанды табиғат. Сабақтың мақсаты берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазамыз. Қора, загон для животных, қой, баран, сиыр, корова, жылқы, лошадь, ешкі, коза, түйе, верблюд, мал, скот. Жарайсыңдар, осы сөздерді міндетті түрде сөздікке жазып алыңдар. Оқылым, 3-ші тапсырма, 12-ші бет. Мәтінді оқы, сұрақтарға жауап бер. Жазда атамның ауылына бардым. Атамның қорасында жылқы, түйе, сиыр, қой, ешкі бар. Оларды үй жануарлары немесе мал деп атайды. Мен атама көмектестім. Малға шөп салдым. Қораны тазаладым. Жарайсыңдар балалар. Енді сұрақтарға жауап береміз. Әлібек жазда қайда барды? Әлібек жазда қайда барды? Атасының ауылына. Атасының қорасында не бар? Үй жануарларын тағы қалай атайды? Әлібек атасына қалай көмектесті? Үй жануарлары қандай табиғатқа жатады? Оқылым тапсырмасы бойынша дескрипторға кезек берейік. Мәтінді мұқият тыңдайды, 1 балл. Мәтінді түсініп оқиды, 1 балл. Сұрақтарға жауап береді, 1 балл. Жазылым тапсырмасына кезек берейік. 4-ші тапсырма, 13-ші бет. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Керекті сөздер: үй жануарлары, өседі, сиыр, қой, жанды, жылқы, ешкі, түйе. Мынау бізде жылқы. Мынау не нәрсе? Мынау не нәрсе? Сабақтың басында сөздікке жазған сөздерді қарап отырып, керекті сөздерді көп нүктенің орындарына қойып жазамыз.